Мектеп білім беретін орта ғана емес, сондай-ақ көптеген достар табатын орта. Әр адам өзінің алғашқы мектепке барған күнін есіне алады. Яғни бірінші қыркүйек. Сол күн естен кетпес ерекше күн. Сол күннен бастап мектеп сөзін білім беретін орта ретінде, шытырманға толы оқиға ретінде түсінді. Содан бері мектебіміздегі әр өткен күн біз үшін жылы естеліктерге толы. Біз номер 10-шы қазақ мектеп гимназиясының 5-ші түлектері Қабылмарат Нұрбек, Абылмансұр Аружан. Біз жаңа Қазақстанның жаңа түлектері. Мектебіміз спорт жағынан да, олимпиада жағынан да, сыныптан тыс іс-шаралардан да ешкімге дес бермей келеді. Әсіресе дебат ойындарынан ешкім болмады. Себебі мектебіміздегі әр оқушыда көшбасшылық қабілеті жоғары деңгейде дамыған. Қазақтың тағдыры келешекке ел болуда, мектебінің қандай негізде құрылуына барып тіреледі. Мектебімізді таза, берік хан, өз жанымызға, яғни қазақ жанына елесетін негізде құра білсек, келешегіміз үшін тайынбай ақ септесуге болады. Біздің білім ордамыз номер 10-шы қазақ мектеп гимназиясы, коммуналды мемлекеттік мекемесі. Қанша жас түлектің, жарқын келешегінің іргетасы қаланған. Жүректерімізден алар орны ерекше мектеп. Білім ошағымыз алғаш 2018 жылы 28 тамызда мемлекеттік құжатпен рәсімделіп, ресми түрде ашылды. Мектептің ашылғанына 4 жыл болды. 5-ші жылға қадам басқанымызға қарамастан 100-ден астам түлек бітіріп, оның 5-і алтын белгі иегерлері және оны үздік аттестат иегерлері аталған. Осы оқушылардың білім шыңынан көрінуіне үлес қосып, тәрбиенің негізін қалап келе жатқан аяулы ұстаздарымыз. Жалпы мектепте ұстаздар саны 64. Ардақты ұстаздарымыздың марапаттары ауыз толтырылып айтарлықтай. Білім саласында тәжірибесі мол, өз ісінің мамандарын атап өтпеске болмас. Ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Бейсекова Айгүл Төлебекова білім саласындағы құрметті қызметкер төсбелгісінің иегері. Орыс тілі әдебиет пәні мұғалімі Казангапова Дариға Мұратовна Абырай Алтынсарин төсбелгісінің иегері. Тарих пәнінің мұғалімі мектеп директоры Әвленов Абай Таласұлы Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері төсбелгісімен. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының президенті 2021 жылғы 2 желтоқсандағы жарғысы бойынша Қазақстан тәуелсіздігіне 30 жыл мерекелік медалінің иегері. Қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімі Абишева Рыскүл Төкеннің Аягөз қаласының мақтанышы төсбелгісінің иегері. Қарабаева Шынар Федоровна бастауыш сынып мұғалімі үздік ұстаз төсбелгісінің иегері. Үздік педагог республикалық конкурсының аудандық және облыстық кезеңінің жеңімпазы. Биология пәні мұғалімі Жұмадилова Назгүл Қанатбекқызының мектеп жетістігіне қол жасаған үлкен үлесі өте зор. Атап айтқанда аудандық, облыстық, республикалық көлеміндегі ғылыми жобалардың жүлдегерлерін дайындаған және де эко бағыттағы түрлі жобалардың жетекшісі болған. Болашақта Назгүл Қанатбекқызының шәкірттері әлемдік ғылыми жобалардың жүлдегерлері болатынына кәміл сенеміз. Осындай ұстаздарымыздың ісін жалғастырып келе жатқан барлық ұстаздарымыздың еңбегі ерен деп білеміз. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы дегендей, мектебіміздің мақтан тұтарлық, ұлағатты ұстаздарынан үлгі ала отыра жаратылыстану, гуманитариялық, шығармашылық, өнер, спорт бағыттарында да қарқынды дамыған белсенді оқушыларымыз да аз емес. Осындай нәтижелерге қол жеткізуімізге бірден бір себеп
Мектебіміздің басшысы Авленов Абай Таласұлының жүйелі басқарумен жүргізіліп келе жатқаны сөзсіз. Сондықтан аз уақыттың ішінде оқушылардың толыққанды білім алу мен жан-жақты дамуы үшін ашылған жаңа жабдықтармен қамтамасыз етілген жаратылыстану математика бағытындағы кабинеттер және де кітап оқуға деген білім алушылардың қызығушылықтарын арттыру мақсатында оқуға құштар мектеп, оқуға құштар ұлт жобасының аясында заманауи үлгідегі кітапханамыз ашылған болады. Кітапханада қазақ әдебиетінен бастап әлем әдебиетіне және ғылыми кітаптарға дейін қамтылғанын да айтып өтуіміз керек. Өскелең ұрпақтың үйлесімі, дамуы мен бақытты балалық бұл біздің жалпы ұлттық міндетіміз деп президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев айтқандай, елдің тағдыры қазақтың тағдыры. Келешекте ел болуы бүгінде негізі мектеп қабырғасынан қаланатын жас ұрпақтың қолында. Сондықтан келешегіміз үшін тынбай еңбек етуіміз керек деп санаймыз.